Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Сіздерге үй жағдайында осындай көлемді үлкен болып пісетін сүзбелі пирогымыздың рецептін көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, қазақша каналды қолдап кетіңіз. Сорпа ішетін кесемен 1 кесе ұнға 300 грамм сармайымызды осылай теркадан өткізіп, ұн мен сармайымызды жақсылап бірінші араластырып аламыз. Осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Және оған 1 пиалай, шай ішетін пиаламен 1 пиалай шекер қосамыз, қантымызды қосамыз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Оған 1 пачка разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араласқаннан кейін 2 жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді тапамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаятын боламыз. Осындай кішкентай бөлігін алып қаламыз, шетін сәндеу үшін. Қалған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен тапаның шетіне дейін жететіндей қылып жайып шығамыз. Енді қалған жаңа кішкене қамырымызды осылай шетін әдемілеп шығатын боламыз. Сүзбелеріміз шетке қарай шығып кетпеу керек. Міне осылай шеттеріне қойып, әдемі қылып бір келкі қылып шығарамыз. Қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Және өз ойыңызды айта отырыңыз. Және шетін әдемі көріну үшін осылай саусағымыздың көмегімен осылай шымшып шықсақ әдемі форма болып шығады. Міне осылай формамызды дайындап аламыз. Енді оның салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 800 грамм сүзбе кетті маған. 800 грамм сүзбеге 1 пиалай қантымызды саламыз. Және 1 жұмыртқамызды салып, шанышқымен 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне дайын болған салмамызды жаңағы қамырдың бетіне салып, шанышқының көмегімен барлық жеріне бір тегіс етіп, осылай жайып шығатын боламыз. Сүзбені 800 грамм кетті маған, егер сіздерде 500 грамм, 600 грамм болса да болады. Мен заказға пісіргеннен кейін көлемін үлкенірек қылдым. Енді сүзбелі пирогымызды пешке пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Міне қараңыздар, көлемі де үлкен. Барлық жері толық піскен, көрінісі де әдемі. Міне 1 медовыймен бірге 1 творожный заказға кетті. Енді творожныйымызды сәндеу үшін бетіне сахарный пудра септім. Және осылай конфетки деген дәмдеуіштер сататын жерде болады. Приправалардың арасында осындай 2 түрін алып қойған болатын. Сонымен әдемі қылып сәндеп шықтым. Міне ас болсын. Рахмет қолдағандарыңызға.